апамыздың құтты шаңырағымен қазірге дейін қарым-қатынасы қою болып келе жатқанын, дәмдес, тұздас, сырлас, сыйлас болып келе жатқанын, апамыз туралы жақсы, жарқын күннің жақсы естелігін көбірек білетін ардақты аналарымыздың, қарымды қаламгерлеріміздің бірі ортамызда отырған жазушы этнограф Зейнеп Ахметова анамыз. Ендігі бір ауыз жақсы сөз Зейнеп апа өзіңізден болсын. Елден ерекше маскамен отыр демеңіздер, мен қазір жағдайым солай болып тұр. Кішкене ысылдап сөйлесемде, оны да кешіріңіздер. Ең алдымен осы мына тәтемді, Зейнеп ағаны, рухын барлығын ерекшелеп құрметтеп келген ниеттеріңіз қабыл болсын деп тілеймін. Ағамен, тәтеммен сонау 89 жылы бірінші рет таныстық, сол бірінші таныстықтан бастап бір туған бауыр секілді болып кеттік. Сол кезде бірінші болып атаның қара шаңырағына дәм татуға шақырғанда тәтем есіктен кіре бере үш қайтара атаның портретінің алдында сәлем жасап сөйтіп иілді. Мінекей, содан бері қарай сол бір туғаннан артық сыйластығымыз, құрметіміз ешқашан үзілген жоқ. Той томалағымыз болсын, басқа болсын, бәрінде бірге. Атаның 100 жылдығында марқұм Зейнеп ағаны, тәтем бәрін елге апарып, елдің бәрін аралатып, атаның туған жерін бәрін көрсетіп сөйтіп келгенбіз. Оның үстіне мынау анасын ардақтап әпештеп жүрген Қанатжан біздің Бақытжан екеуміздің өкіл баламыз. Ана менің соңғы кітабымдағы тосын сый сол балаға арналады өзі. Осылай бұл марқұм Бақытжанда ол кез келгенмен еттене бірден араласып, бір сырласып, мұңдасып кетпейтін сондай адам болатын. Бірақ осы кісілермен емен жарқын еттене араласып кетті. Енді қазақ айтады ғой, басында бұлағы бар өзен ұзақ ағады деп. Мына тәтемнің осыншалық ана жаңа кітаптардың санын айтып жатыр, соған бір күнде келмеген. Туа біткен қасиеті, Алла тағаланың берген қасиеті, солы тегінен бері қарай келе жатқан асыл қасиет болғандықтан да мына осы кезге дейін үзілмей келіпті. Алла тағала әлі де болса өзінің аманатқа берген уақытын әлі де ұзарта түссін деп тілеймін. Ал бүкіл творчествосы барлығы маған таныс. Бәрі. Ағаның да, тәтемнің де. Өйткені біз біріміздікін біріміз үзбей оқып, бірімізге біріміз тілеулес, солай болып жүрміз. Енді әлі де болса берері бар, әлі де болса айтары бар. Тұлға ретінде, мынау тәтем отының басының үлкен анасы ретінде, аман сау болып, немере шөберелерінің игілігін, рахатын көрсін деп тілегім келеді. Содан кейін енді осы жерде тағы бір айта кетейін деген нәрсем, мына бәріміз де ажалды пендеміз, Алланың аманатын ғана арқалап жүрген. Осы әрқайсысы, әрбір пенденің бұл дүниеден алып кетер, артына қалтырар. Қандай қазынасы бар дегенде, ол әрбірдің кейін атақ демес, байлық демес, барлық демес, ол емес екен. Бұл жақсы тәрбиелеген перзенті, түтін өзінен кейін түтінін түзу шығарып, атағын арғарай жалғастыратын перзенті ғана қазына екен. Соған қарап, мынау Қанатжанға аналық менде тілегімді айтып, әлі де болса өстіп, өзгелерге, өзге ұлдарға үлгі болып, аман сау болып, анасын әлпештей берсін деп тілегім келеді. Алла тағала берген осы бір бағына, басына, басқа берген бақ таймасын, арғарай жалғаса берсін. Тәте тағы да береріңіз болса, аямай бере беріңіз дегім келеді. Рахмет. Апам кітап баспаға кетіп қалған кезде айтып жатыр, менің 3 мақалам енбей қалды ғой депті. Сол мақаланы, кітапты дайындап жатқан кезде апам мақала жазып жатты. Енді Құдай қаласа бүгінгі кештен кейін апам тағы да кемінде 2 мақала жазасыз ғой апа, иә?
міндетті түрде жазады. Апам қазір қолынан қалам түскен жоқ. Сондықтан алдағы кітаптың материалдары жиналып жатыр деген сөз. Алла күш қуат берсін дейміз.